Жүсіп біраз жерге дейін еріп барды. Ойы қыздың үйінің қай маңда екенін көру еді. Қыздың аппақ ашық маңдайы, қос өрім етіп өрген ұзын шашы, әсіресе жәудіреп қараған мөлдір қара көздері Жүсіптің есінен күндіз-түні шықпайтын болды. Түнге қарай қызды әке-шешесі үйінен шығармайтынын біледі. Өзі бір үйдің әлпештеген жалғыз қызы екен. Оны белгісіз бір күш Айғанымды алғаш көрген жерге Тоғайға жетелей беретін. Күн сайын Тоғай жақты бір шарлап қайтуды әдетке айналдырды. Жүсіп өзінің Айғанымға ғашық болып қалғанын ұқты. Қараптан қарап отырып, күйзеліп, еш нәрсеге зауқы соқпай қалды. Есіл дерті Айғанымды бір көріп, тілдесу болды. Бұл кезде жас қызы да махаббат жалына шарпып жатқан еді. Көз алдына көгалда шалқасынан жатып, ән айтып жатқан Жүсіп көз алдынан кетпей қалды. Өзі сымбатты, өзі әнші жігітті ұнатып қалғанын сол күннен-ақ сезген. Қайта көрсем ғой, тілдессем ғой деген ой Айғанымға да маза берер емес. Екі жастың тілеуі арада апта өткенде орындалғандай болды. Тағы да сол әкесінің аты шідерін үзіп Тоғайға қашып кетіпті. Аттың жоқ екенін көргенде Айғаным қатты қуанды. Жүрегі дүрсілдей соғып, атты іздеген болып, Тоғайдың ішіне ене берген. Ол күні Жүсіпті көретініне сенімді еді. Ал Жүсіп болса, сол күні Бозторғайдың шырылымен бірге оянған еді. Көзін ашқаны сол, Айғанымның бейнесі келіп тұра қалды. Ойша қызбен тілдесіп, төсегінде бір сағаттай жатты. Қиялы неткен жүйрік еді. Айғанымды үйіне келін етіп түсіргенін, апасының қолына кәмпит ұстап жүріп қуанып жүргенін, достарының келіншегінің сұлу жүзіне таңғала қарап қалғандарына дейін көз алдына елестете бастады. Апасы таңғы шайға шақырғанда Жүсіп қиялымен ат үстіндегі Айғанымды қуып жетіп, бетінен сүймекке ұмтылып жатыр еді. Таңғы шай үстінде әкесі бұған соңғы уақытта шаруаға қырсыз болып жүргенін ескертті. Жақын күндері қауынның да пісіп қалатынын, жұмыстың көбейетінін айтып тоқтаған әкесінің сөзі Жүсіпке баяғыдай әсер ете қоймады. Ол әлі Айғанымды ойлап отыр еді. Орнынан тұрып, үйдегі майда-шүйде жұмыстарды бітірді де Тоғайға қарай құстай ұшты. Айғаным алғашқы көрген жерде мұңая жан-жағына көз тастап отыр екен. Екі ғашық көзбен ұғысты. Тоғайда кездескен екеуі бір-біріне ұзақ қарап тұрып қалды. Бұл жолы Жүсіп батылдық танытып, өзінің ғашықтық халін жеткізді. Айғанымға ынтызар екенін, қыз қаласа өмірлік жар ететінін ұқтырды. Айғаным ұялып, қызара төмен қарады. Жүсіп қыздың қолының үстіне қолын қойып, сөзім сөз, сертім серт Айғаным. Сенен өзгені жар етпеймін деді. Қыз жігіттің көзіне тік қарады. Шын жүрегімен айтып тұрғанына сенді. Кенет өзінің жоқ іздеп жүргені есіне түсіп, Тоғай жаққа жүгіре жөнелді. Айғаным атын тапса да Тоғайдан кеткісі келмей, Жүсіпті қимай көп тұрды. Екі жас ертең кездесетін болып уәделесіп тараған. Ертесіне Айғаным да, Жүсіп те Тоғайға ат мініп келді. Екеуінің ойы ел көзіне түспей алысқа барып сырласу болды. Жүрегі жалындаған екі жасқа құстың сыңғырлаған даусы да, жапырақтың сыбдыр қаққан даусы да, судың сылдырлай аққан даусы да қуаныш болып көрінді. Ғашығының сыңғырлай шыққан үніне елтіген Жүсіпте еш жоқ. Дәл сол кезде Айғаным жердің шетінде кетейік десе де еріп кетуге даяр еді. Бір кезде анам іздеп қалар деген оймен Айғаным кетуге ыңғайланды. Жүсіптің ойы қыздың аппақ бетінен бір өбу. Ақыры шыдай алмай бұрыла берген Айғанымның бетінен бір сүйіп алды. Қып-қызыл болып ұялып кеткен қыз бетін алақанмен сипалап тұрды да, есіне әлдене түскендей, осы сіздің руыңыз кім деді. Менің руым, шалқып отырған Жүсіп өз руын мақтанышпен әндете созып айтты. Ал Айғанымның көзі шарасынан шығардай болып, сіз маған аға болады екенсіз ғой, аға деп кейін шегіне берді. Ашықтық Жүсіптің есін алды. Айғанымның өз руласы екенін білсе де, одан бас тарта алмады. Оған деген сезімі күннен күнге өшіп, жанына жайтап тұрар емес. Айғанымға біз әлдеқашан 7 ата түгілі 14 атадан асып кеткенбіз. Көрде тұр, әкемді көндіремін. Сенің әкеңнің алдынан өтеміз, біз қосыламыз деп сендірді. Айғаным да Жүсіпке ғашық еді. Ол қасында тұрса да, жоқ болса да егіліп жылай беретін. Жүсіп екеуін айырып жіберетіндей қарақат көздері жәудіреп, іштей қайғы жұтатын. Көп кешікпей-ақ екі ғашықтың Тоғайда оңаша кездесіп жүргенін естіген Айғанымның ағалары Жүсіпке қарындасымыздан аулақ жүр, әйтпесе мерт боласын деп ескертті. Жүсіптің әке-шешесінің ол кезде көздері тірі. Ұлының ұрлас қызбен кездесіп жүргенін естіген күннен-ақ әкесі егіс басынан түтігіп жеткен болатын.
Есіктен кірген бойда-ақ алаңсыз отырған Жүсіпті жон арқасынан қамшымен тартып жіберіп, иттің ғана баласы, сен не бүлдіріп жүрсің? Құс құрып қалғандай рулас қарындасыңа қырындап жүргенің қалай? Тоқтат жүрсіңді. Енді елге қара бет етейін дедің бе? Біздің ру бір-бірімен ешқашан қыз алыспайды. Осымен бітті. Жоғалт көзіңді, деді әкесі. Жүсіп әкесін жақсы білемін деуші еді. Әкесінің қатты ашуланғанын, қаһарланып кеткенін көргені осы. Әкесіне ешбір сөз қайтара алмай, жүрегі өртене үйінен шықты. Анасы сыртта жылап тұр екен. Мұны көріп, баламай, бір нәрсеге ұрынып қалмашы. Ұмытшы ол қызды. Айналада қыз көп қой. Анау Дүйсен көкенің қызы баршын-бар бой жетіп қалған. Әп-әдемі, мақұл десең құда түсейік деп бауырына басты. Апам-ау, мені түсінші. Маған айғанымнан басқа ешкім керек емес. 7 атадан кейін қыз алысуға болады екен ғой. Мен сұрастырып білдім. Боз бие сояды екен. Ал біз тіпті 14 атадан әлдеқашан асып кетіппіз. Бізге үйленуге рұқсат берсін, айтшы әкеме. Айғанымның әкесіне барсын, деді Жүсіп. Бос сөзді қой, айғанымды ала алмайсың. Енді ашуына тие берсең, әкең сені ұрып өлтіріп қояды. Болмаса ел арасы бүлінеді. Бізді жерге қаратпа балам. Айғанымда бір үйдің бетіне қараған жалғыз қызы екен. Сүйекке таңба түсірмеңдер. Қанша жақсы көрсеңдер де ақылға келіңдер деп алған бетінен қайтармаққа бекінді. Не керек, сол түні әке-шешесі ұлдарын ортаға алып уәдесін алды. Қойдым, ұмытамын айғанымды. Тек ертең соңғы рет оған жолығып бәрін түсіндірейін. Мені кінәламасын, деді Жүсіп. Айғанымды соңғы рет көріп, қоштасамын деген Жүсіп одан бас тарта алмады. Ғашықтық дертіне шалдыққан екі жас тоғайда кездесіп, бірге қашып кетпекші болып жоспар құрады. Бұл хабар айғанымның әкесінің інілеріне де жетеді. Ашу-ыза кернеген олар екі ғашықты күшпен айырады да Жүсіпті бас көздемей тепкінің астына алады. Әсіресе сені желпілдетіп жүрген мына жерін ғой, бір жола сағыңды сындырайық деп, әбден құтырып, көздері қанталаған жігіттер екі жұмыртқасын езіп тастайды. Жүсіп есін ауруханада бірақ жияды. Қайта-қайта операция жасалынып, өзі әупірімдеп зорға тірі қалған еді-ау. Кейіннен дәрігерлер болған жайды айтып, өкініш білдіреді. Жүсіп ешкімге көз жасын көрсетпей, еңіреп жылады. Енді айғанымсыз өмір сүрудің керегі қанша? Оның үстіне еркек болмасам деп өкірген. Уақыт ұлы емші екен. Содан бері қаншама жыл өтті. Бұл әлі тірі жүр. Айғаным бүгінде ұл қыз өсіріп, немере сүйіп отыр. Жүсіптің қиын жағдайға ұшырағанына сол кездері айғаным да қатты қиналған. Өзін әкесі еріксіз ұзатқанына жүрегі де қанжылады. Жұрттан Жүсіптің қалін естіп, көкірегі шерге толып егілетін. Жүсіптің ешкіммен сөйлеспей, томаға тұйық болып, төсекке таңылып жатып қалғанын естіген соң, айғаным өзінің бір суретін, орамалын, хатын Жүсіпке беріп жіберген. Сонда ғана жүрегінде жылылық оянып, Жүсіп, айғаным мені ұмытпаған екен ғой деп, беті бері қарап тәуір бола бастайды. Әлгі альбомдағы Назгүлдің қайта-қайта қарап жүргені сол айғанымның суреті еді. Орамалды да, хатты да Жүсіп жасырын жерге тығып қойған. Айғанымнан басқаны ол сүйгенде емес. Кейде іші толып әнде айтады. Ғашықтық жайлы әндер айтқанда Жүсіптің даусында діріл пайда болады. Іштегі сағыныш, мұң, бәрі әнмен бірге сыртқа шығады. Мұндайда жұрт, қайтсын енді, Жүсіп Злихасын іздеп жатыр ғой дейді. Ал шындығында Жүсіп айғанымды іздейді. Сүйгені әлде қашан біреудің жары болып кетсе де, сол баяғы жігіт кезіндегідей оны аңсап көргісі келеді. Бірақ Жүсіп қанша қиналса да айғаным бар жерге аяқ басқан емес. Хабарын тек сыртта естиді. Қайғысына күйінеді, қуанышына сүйенеді. Жас кезде моншалық білінбеген екен. Жасына жас қосылған сайын өзінің рулас қарындасына ғашық болғаны, сол үшін сүйгеніне таңба түсіп, таяқ жегені жанын жегідей жейтін болды. Өзі де ел ағасы жасқа келсе де үлкендер отырған жерде батып, сөз айта алмай, шегіншектей беретін. Соңғы уақытта ауылдың үлкендері Жүсіптің жастық шағында жіберген қателіктерін бетіне баспай, жалғыз қалған еркектің өміріне аяушылықпен қарайтын. Ол отырған жерде баяғы әңгімелерді қозғамайтын. Жүсіп сонда да өзін қоярға жер таппа кетуші еді. Содан болар көбіне үйден шыққысы келмей, шақырған жерге де сирек барып жүреді. Жүсіптің осылай қиналып жүргенін айғанымның қарт әкесі де көретін. Жүсіптің өмір бойы қызын ғана сүйіп, жалғыз қалғаны жанына да батушы еді. Қайтыс боларының алдында қарт көп ойланды.
Құпияны ашқан жөн бе, жоқ па? Көп ойланған қария ақыры Жүсіпті шақыртқан. Айғанымның әкесі нашарлап, дем жетпей қиналып жатыр екен. Мұны көргенде тамағы қарылдап, үзіп-үзіп зорға сөйледі. Жақын отыр шырағым. Ажал алқымынан алғанда пенде байғұс біреуге жасаған қиянатын ойлап аласұрады екен. Біз де саған қиянат жасадық, өміріңді өксіттік. Шындықты сол кезде айтқанда сен Айғанымға қосылар едің. Себебі Айғаным сенің рулас қарындасың емес. Ол менің қарындасымның қызы. Әйелім ұзақ уақыт бойы бала көтермей жүрген соң, қарындасымның аяғы ауыр кезінде қасында болып, Айғанымды туа салып бауырына басып еді. Бұл құпияны әйелім екеуміз және Айғанымның әке-шешесі 4 адам біліп едік. Елден көшіп кетіп, осында қоныс аударып кеткеніміздің де себебі осы. Сен қызыма ынтызар болғанда балалық қой, әлі-ақ ұмытып кетер деп едім. Ақыры мынадай жағдайға душар болдық. Енді өлер шағымда екеуіңді қоспағаныма өкініп барамын. Кеш мені қарағым. Қарттың даусы үзіліп кеткендей болды. Кештім ата, кештім деп Жүсіптің даусы тарғылданып шықты. Іші алай-дүлей өртеніп жатқандай. Сыртқа шығып, ақ деп күрсінгенде көкірегі қас айырылғандай болды. Ащы өкініш өзегін өртеп, тоғайға қарай жүгірді. Арада 40 жыл өтсе де, Айғаныммен кездескен жерін ұмытқан емес. Тура сол жерге барып, ағыл-тегіл жылады. Жасым келгенде қарындасыма ғашық болған қарабет болып, еңсемді көтере алмай жүредім. Бүгінгі естігенім өтірік пе, шын ба? Қарындасым болмасаң қосылуымызға да болар екен-ау. Бізді айырған, мені мәңгілік мүгедек еткен адамдарға не дейін? Лағнет айтайын ба? Осылай деген Жүсіп теңселіп кетті. Ол үйіне қас қарая бірақ қайтты. Ауылға жақындай бергенде, ой бауырымдаған азалы дауыс естілді. Айғанымның әкесі Бағиға аттанған екен-ау. Қой, барып көңіл айтайын деген Жүсіп қаралы үйге бармаққа кері бұрылды. Оның бар айы Айғанымды көру еді. Әлде қашан бәйбіше оған Айғаным мұның жүрегінде мәңгілік жас қалпында қалған. Әкесін жоқтап, аңырап отырған Айғаныммен бұл да көрісті. Айғанымды көргенде Жүсіптің жүрегі езіліп кеткендей болды. Қолы жетпей қалған ғашығының әжім торлаған жүзіне қарап, еңкілдеп жылады. Өзін қорлыққа душар еткен адамның қазасы үшін Жүсіп неге соншалық жылап жатыр деп жұрттар қатты таңданды. Олар Жүсіптің жүрегінің өкініштен тілім-тілім болып жатқанын қайдан білсін? Тек бір адамды ғана сүйіп, ғұмыр бойы жалғыз өтуі мұның маңдайына жазылған екен ғой. Жұрт не десе де ақ босағасын Айғаным аттамағаннан кейін басқа адамға бұл үйде орын жоқ. Әйелі жоқ үйдің егесі Жүсіп жалғыздықтан қорқпайды. Жалғыздық оның жан досына айналғалы қашан. Жалғыз жатады, жалғыз тұрады. Осы жағдайдың барлығына, Жүсіптің жалғыз қалуына кім кінәлі? Кім? Авторы Фатима Жүнісова.